кім өлтірген бе? Әке, мен әлі кітаптың 10-шы бетіндемін. Соңына дейін айтып бергенің үшін рахмет. Одан сайын қызығып оқисың, балам. Ортада балта бар, өлім бар, әйел де бар. Сенімен сөйлесіп тұрған менде еш жоқ. Мен көкеме айтып келейін. Бұл жерді тыңдап отырған жоқ па? Жоқ. Бұл жер таза. Қызыр бұл жерде ештеңе жоқ екен біледі. Ал сырты ше? Жоқ. Уналдың тыңдайтын адамдары жоқ. Оның сатып алған адамдары бар. Олар бәрін біліп отырады. Білетін болсаң, неге кедергі болмайсың? Біз кедергі болғанмен түк пайда жоқ. Ол бәрібір өз дегенін істейді. Содан соң оны осал деп ойлама. Оның бәрібір қол ұзын. Көмекшім қайда? Уналдың қолында. Өлі ме, тірі ме? Соңғы рет көргенімде тірі болған. Он қалай тастап кеттің? Не деуім керек еді? Өзербей, адамды бер, Невзатқа апарайын деуім керек пе еді? Керек болса айтуың керек еді. Мен сені жарты жолда тастаған жоқпын, қызыр. Қолымнан келгенін істедім. Онсыз да жаным шыға жаздады. Көмекшіңнің кімге не дегенін, не туралы айтқанын білмейміз. Егер айтсаң, Унал би сен жайыңа қалдыратын бе? Сені табу үшін жайыма қалдырды. Не істегенін білесің. Көмекшіңді ұстап алды ма? Ұстады, а? Сені де өкіметтің адамы дейді ғой. Өз адамыңа көмектесе алмайды екенсің. Өзімді ұстап беруім керек пе? Иә. Бір адамға бола сонда істей алмайсың ба? Невзат, итті тапқан, тыңдайтын құрылығыны тапқан, ветеринарды шақырған. Көмекшіңді ұстап алған. Онал мен өздері осыншама пасықтық істегенде бір ләмим деген жоқсың. Енді кеп маған ақыл айтқың келе ме? Тыңда, қызыр. Сені былықтың ішінен шығарып алдық. Ал сен болсаң бір адамды шығара алмай тұрсың. Сені не үшін әулет бас еттік? Тұра тұр, Невзат. Өзіңді бас. Ешкім әулет бас еткен жоқ. Егер солай болса, әу бастан ақ ұсынысыңды қабылдар ем. Мен сенің өміріңді құтқарып қалдым, өміріңді. Сенің өміріңді құтқарғаным аздай, енді көмекшіңнің өмірін құтқарайын ба? Көке, Невзат аға. Унал расымен де мықты адам. Жеткен жерлерің осы болды ма? Қаласаңдар қару әкелейін, бір-бірлеріңді өлтіріңдер, дегендеріңді істеңдер. Отырып сөйлесейік. Тартысқанмен мәселе шешілмейді. Сүйікті үлпілдек шоколад Алматы. Рахаттың жаңа өнімі. Это Юля, моя лучшая подруга. С ней можно... Не айтасың? Өтірік айтып тұр. Меніңше олай емес сияқты. Жоқ. Невзат итін жақсылап дайындапты. Мұны басқа комитеттерге тексерді. Сол кезде менікі дұрыс екеніне көзің жетеді. Соларға тиісе бермесек қайтеді. Мен ешкімге тиіспеймін. Қызыр тиіседі. Жаңа әулет басы сол. Рахмет, әпке.
Рахмет. Көмекшің бірден айтқан ба, Невзат би? Өздері айтқызар. Көптіріп бірдеңе деген шығар. Бірақ не айтты ол жағын білмеймін. Сенің тірі екеніңді, бұл жоспарды бірге құрғанымызды айтқан ба? Тірі болса, айтқан жоқ. Өлсе, айтқан. Өзерге хабарласам. Бастығы туралы бірдеңе білдім. Рас өтірік екенін сұрауым керек, адамды бер деймін. Көке, саған неге берсін? Сұрасаң, келіп сұра дейді ғой. Мен де соны айтып отырмын ғой. Онда Невзат бидің айтқанда ештеңе айтпаған. Тірі болуы мүмкін. Бастығы туралы бірдеңе білдім дейсің, өзір не білдің деп сұрамай ма? Сұрайды. Мен де Невзат тірі деймін. Көмекшімді өлтірсеші. Онда өтірік айтпағандай болам. Сен бұл істе менің хабарымсыз өкіметпен істегендей боласың. Көке, саяжай туралы біліп қойсашы? Онда саяжайға апарып мені жерлесіңдер. Басқа не болушы еді? Жоқ. Унал қызырды өлтірмейді. Бастықпен сөйлестім. Ашулы. Өздерінше әрекет етпекші болды, бірақ кедергі болдым. Унал мұны білетін шығар. Ол қызырдың аяқтан шалынғанын қалайды. Дегенмен, Уналды өлтіру ақылға қонымсыз. Мен де солай ойлаймын. Уналдың мақсаты мені өлтіру болса, баяғыдағы өлтіретін еді. Оның мақсаты мені түп тамырымды құрту. Және өзінің өкіметте мықты екенін көрсеткісі келеді. Барамалымыз. Сенің айтқаныңды істеу. Тыңда, Невзат би. Түптің түбінде сенің тірі екеніңді біледі. Егер шындықтың беті ашылатын болса, тек сен емес, бәрі өледі. Қазір ештеңе де істей алмаймыз. Тірі екенімді білетін болса, жиындағылардың бәрі өледі. Немесе түрмеге қамалады. Бірақ сен тірі қаласың ба? Тірі қалсаң да түрмеден шыға аласың ба? Оны білмеймін. Әпке, қайырлы таң. Қайырлы таң. Қайырлы таң, Исра. Мен Ильясты шақырайын. Махмұт келді. Неге келіпті ол? Неге келгенін мен қайдан білейін? Ильяс, құдай үшін,
Мен туралы айтатын болса, өзіме келіп айтсын. Сен туралы айтатындай ол кім сонша? Тыныштық па, Махмұт? Сәлім ағаға бірдеңе болды ма? Құдай сақтасын. Саған айтар жаман жаңалығым бар, Ильяс. Сөйлесуіміз керек. Эсра! Пиджагыңды әкел. Тыңдап тұрмын. Болған жағдайдан Қызыр ағамның хабары жоқ. Нені айтасың? Әлгі кешегі айтқан мәселе ме? Жоқ. Одан да жаман. Махмұт, мияуламай, айтсаңшы енді. Кеше Назлы мен Мәриям әпке кездескен. Не дедің? Мәриям әпке Назлыны көлігін отырғызып алыпты. Екеуі сөзге келіп қалған. Мәриям әпке көлігін қоршауға соққан. Не деп тұрсың сен? Құдайға шүкір. Екеуі де дін аман. Қазір ауруханада. Ағам неге бұл туралы білмейді? Жеңгең айтпаған. Ярен хабар берген соң саған келіп айтайын дедім. Басқа кім біледі? Ешкім білмейді. Ағама да айтқан жоқпын. Жарайды, рахмет. Ауруханаға барасың ба? Сені күтейін бе? Жоқ. Күтпе. Ауруханаға да барма. Махмұт, ағам келсе, сені жайыңа қалдырмайды. Дегенің болсын, Ильяс. Рахмет. Отыз екінші бөлімнің соңы. Фильмді қазақ тіліне аударған 7-ші арна, 2019 жыл. Назлыны көлігіне мінгізіп ап, қатты айдап дуалға соғылыпты. Азулылар әулеті. Ертең 7-шіде.